Кітап адамзаттың ең жақын досы және ақылшысы, даналық пен білімнің қайнар көзі. Сіздермен мен, Қазақстан Республикасының Ұлттық Академияның курсанты Тұрғанбек Дәукен, бүгін Сәбит Мұқанов атамыздың «Мөлдір махаббат» деген кітабын талқылайтын боламыз. Қазақ әдебиетінің классигі Сәбит Мұқанов «Мөлдір махаббатын» ең алғаш «Адасқандар» деп жазған. Бұл кітапта бір-біріне қосыла алмай кеткен екі кейіпкердің оқиғасы туралы айтылған. Яғни Бүркіт пен Бәтес туралы. Сәбит Мұқанов атамыз бұл кітапты жазған кезде сол адамның жазған екі дәптерінен және сол қыздың жазған бір дәптерінен әңгіме құрған. Басты кейіпкердің есімі Бүркіт. Бұл жерде Бүркіт өзінің жастайынан әжесінен айырылады, әкесін түрмеге жабады. Енді бұл Бүркіт деген кейіпкердің жастайынан әжесінен айырылған ауыр болды, әкесін абақтыға жапты. Және де бұл Бүркіт деген кейіпкердің ең басты өмірде жолы болғаны ол Бәтес деген қыздың кездестіруі. Соңында екінші кейіпкер Бәтес деген қызды алдап, Бүркітке хат жолдап, яғни ол екеуінің арасына қаншама адамдар от салады. Мен бұл кітаптың ең алғаш нұсқасын орыс тілінде оқыдым, және қазақ тілінде оқу мен үшін басқандай кітап оқығандай сезімде болдым. Мен осыған дейін кітап оқымағам, кітапқа қызықпағам, бірақ енді бұл кітаптың өзіне тартқан себебі махаббат туралы болды. Кітаптың соңында ақыры бұл Бүркіт деген кейіпкеріміз екі араға от салған адамнан кек алады, кек алып ақыр соңында абақтыға жабылады. Абақтыда болған жағдайын айтып береді. Мен келе сап жастайымнан ағаш ұстасы болдым дейді, ағашпен жұмыс істегенін айтады. Жаңағы Бүркіт деген кейіпкеріміздің шынайы аты Сұлтанбек болған. Ал Бәтес деген кейіпкеріміздің аты Бәтима Мақашқызы деген әйел кісі болған екен. Сол кезде Сұлтанбектің сотында қоғамдық айыптаушы болып қатысқан біздің Сәбит Мұқанов атамыз екен. Сәбит Мұқанов атамыз қатысқан кезде сол кісіге жаңа 3 дәптерді беріп үлгереді, осы оқиға туралы жазып беріңізші деп. Ал Бәтима Қызбелден Қызылордаға оқуға келіп Балақай Байтолғаев деген басылымның корректоры болған екен. Ал Сұлтанбектің ақылшысы әрі нағашысы осы кітапта жазылған, бірақ ол кісі туралы айтылмаған. Ол кісі бізде Міржақып Дулатов атамыз болған. Осы кісінің Бүркіттің ақылшысы, ағасы да ол біздің Міржақып Дулатов атамыз. Сұлтанбектің оқуға берілуін, яғни оқысын, тоқысын, байдың баласы деп жүресіңдер ме, алды жүресіңдер ме, бұл баланы Орынборға беріңдер, оқуға түсіріңдер деп айтқан ол Жүсіпбек Аймауытов атамыз екен. Осы Жүсіпбек Аймауытов ағамыз осы кісіні оқысын, тоқысын деп Орынборға оқуға түсірген. Бұл Міржақып атамыздың үйінде тұрған екен. Ал Сұлтанбекті шақыртып, Бүркітті Сұлтанбекті шақыртып, түзу жолға салуға ат салысқандардың ішінде Мұхтар Әуезов атамыз да болған. Қазіргі Бәтес, еңбекші қазақ, қазіргі Егемен Қазақстан деген газетте жұмыс істеп кеткен екен. Осы түйіндей келсек, мен осы оқыған «Мөлдір махаббат» кітабын сіздерге не себептен оқы деп айтқым келгені, бұл кітапта тек қана махаббат жайлы емес, басты. Бұл жерде қазақ халқының кезінде қалай тұрмысы маған қызық болғаны, әлі күнге дейін қазақ үйде тұрғаны, ашықта қалай қиналған туралы жазылған. Қыстың күні жұт болған кезде малдарын Орал тауына апарып, Орал тауында жаңбыр жауып, жылқылардың өзі тебінге жайыла алмай қырылып қап, ауылдың бәрі аштықтан қырылғаны туралы жазылған. Тіпті ат әйгілі Алаш партиясы туралы да жазылған, қалай қазақ халқына көмектескені, олардың қалай Сталинді қуғын сүргінге ұшыраған туралы да кішігірім кітапта жазылған. Кітаптан өмірге деген сабақ алуға болады. Осы кітапты бір бетін оқығаннан кейін өзіне тартып алды. Мен сіздерге де осы кітапты оқыңыздар деп ұсынғым келеді. Кітап өте керемет жазылған. Сәбит Мұқанов атамыздың «Мөлдір махаббат» деген кітабын сіздерге таныстырған Ұлттық Академиясының курсанты Тұрғанбек Дәукен.
келесі кездескенше сау болыңыздар.